Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен не себепті біздің ұйқымыз қанбайды, ұйқымыз қанбаған кезде қандай салдарға алып келеді, және де ұйқымыз тыныш және толық қану үшін бізге қандай сусындар көмектесетін жайлы толығырақ ақпаратпен бөлісетін боламын. Егер де сізге осындай тағы да басқа пайдалы рецепттар не болмаса ақпараттар қажет болса, ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде мен сіздер үшін арнайы салған видеоларды жаңадан өткізіп алмайсыз. Егер де сіздердің бізбен бөлісетін рецепттарыңыз не болмаса маскаларыңыз болса, міндетті түрде комментарий бөліміне жаза кетіңіз, бірге жасап результатқа жетіп көрейік. Ал сәттілік, видеоға кірісейік. Ұйқымыздың қанбауының себебі барлықтарымызға белгілі, бірақ оны біз қадағаламауды жөн көреміз. Ең алғашқы себебі ол дұрыс тамақтанбау, екінші себебі дұрыс сусынды ішпеу. Ең бірінші, сіз жатар алдында ауыр не болмаса кешкі мезгілде өте ащы бұрышты тамақ жейтін болсаңыз, әрине сіздің асқазаныңыз қорыту процесі жұмысына кірісіп, ұйқыны ары қарай ысырып қояды. Ұйқымыз ысырылған кезде уақыты азайып, ертесі күні біздің ұйқымыз қанбайды. Қарапайым тілмен түсіндіргенде осылай. Ал егер де газдалған, тәтті, не болмаса құрамында кофеині бар, энергетикалық сусындарды ішетін болсаңыз, ол да міндетті түрде ұйқыны әрмен қарай ысырып қояды да, өзіндік асқазанды қорытуға, асқазандағы эндорфиндардың бәрін қоздырып, өзіндік жұмысын атқарып ұйқыны. Ал ұйқыңыз қанбайтын болса, әйел адамына әсіресе ол өте үлкен рөлді атқарады. Ұйқы қанбаған әйел ең алдымен өте ашуланшақ болады, тез қартаюға алып келеді, бет теріміздің әжімдері көбейіп, өзінің реңін, яғни түсін тез жоғалтатын болады. Және де гормоналдық сбой, щитовидка, зоб және жүрекке үлкен салмақ алып келіп, жүрек ауруларына алып келеді. Айта берсең тағы да оның ары қарай аурулардың бәрін қоздырады. Бірақ ең алғашқы біздің қатты уайымдайтынымыз стресс, қартаю, бетіміздің қартаюына ең алғашқы алып келетін ұйқының қанбауы. Сол себепті әсіресе әйел адамзаты ұйқыны бірінші очередь қалыпқа келтіру қажет. Сұлу, ашуланбай, кожамыз, яғни беттеріміз жылтырап, әдемі болып тұру үшін, біздің ұйқымыз қану үшін, ең алдымен жатар алдында жейтін тамағыңыздың порциясын азайтыңыз. Екіншіден, тек қана тамақ ішіп болғаннан кейін, жарты сағаттан кейін дұрыс сусын ішуді пайдаланыңыз. Яғни дұрыс сусын дегеніміз, оған кофе кірмейді, қара шай кірмейді, оған деген энергетик сусындар, не болмаса газдалған тәтті сусындар, мысалы кола, пепси деген сияқты тағысын тағы заттар кірмейді. Оның орнына мен сізге айтып өтетін 6 түрлі сусынның өзіңізге қайсына ұнайтынына алмастырғаныңыз жөн. Ал сусындардың түрі өзі ең оңайлары, барлық жерде кездесетіні және де оның ішінен өзіңізге ыңғайлысын таңдап, емін-еркін ала аласыз. 6-шы орынға мен ромашковый чай, яғни түймедақтан жасалған шайды сіздерге кеңес берер едім. Ромашканың құрамында біздің әйел адамзатының әсіресе стрессқа жақын келуіміз, яғни күйзеліске жақын келуіміздің біздің нелерімізді азайтып, стрессімізді қалпына келтіріп, миымызды тыныштандыруға өте жақсы септігін тигізеді. 5-ші орынға сіздерде лактоза, яғни сүт, ағарған тамақтарға аллергияңыз болмаса, онда мен сізге жатар алдында жарты сағат бұрын 1 стақан айран, не болмаса 1 стақан сүт, не болмаса миндаль сүтін ішуге кеңес. Бұл миндаль сүті, не болмаса айран сүті
көбінде азып диета ұстап жүрген адамдарға өте жақсы. Себебі сіздер күні бойы аз тамақ жеп, түнде қарныңыз ашып оянбау үшін осы ағарғандар сіздің асқазаныңызды кішкене тамақ бар секілді тонуста ұстап тұруына жақсы көмектеседі, және де таңертеңгісін оянғанда жеңіл оянатын боласың. Және де таңертеңгісін бетіңіз ылғалды, бет терісіңіз жұмсарып, әдемі реңмен оянатын боласыз. Сол себепті міндетті түрде сүт өнімдерін пайдаланып көріңіз, егер де сізде аллергия болмаса. Ал төртінші орынға не деп ойлайсыздар? Әрине травяные, яғни шөптерден жасалған шайларды ұсынамын. Оның сан алуан түрлері бар. Өзіңіздің ағзаңызға не болмаса асқазаныңызға жағатын таңдап алыңыз. Себебі шөптен жасалған жаңағы біздің шайларымыз таңертеңгісін сіздің жеңіл оянуыңызға және сақтау қабілетінің жұмысының жақсы атқаруына септігін тигізеді. Сол себепті және де жаңағы шөптен жасалған әртүрлі шайлардың берер кері әсері жоқ. Тек қана сіздің денеңіздің босап, жаңағы өзіңізді жеңіл сезінуге, соның арқасында таңертең жеңіл оянуға күшті көмегін тигізеді. Ал үшінші орынға мен сіздерге пустырникті ұсынар едім. Пустырник ол көбінде ашушаң, тез шаршап қалатын, тез көңіліне алатын адамдарға міндетті түрде пайдалансын деп кеңес берер едім. Себебі ол ұйқыны тыныштырғаннан бөлек миыңызды тыныштандыруға және денеңізді босатып, өзіңізді емін ұстауға жақсы септігін тигізеді. Ал екінші орында ол көбінде диета ұстап жүрген, не болмаса дәмді сусынды ішкісі келген адамдарға арналады. Көбінде диета ұстап жүрген адамдардың қарны толық тоймағандықтан ұйқысы дұрыс болмай, кішкене ашушаң және де стресске бейім болып келеді. Сол кісілерге арналған таптырмас шай. Мята, мята, лимон, имбир, мед араласқан сусынды ішсеңіз керемет көмектесіп, таңертеңгісін ішек асқазаныңыздың тазарған, керемет көңіл күйде және де ең бастысы ұйқыңыз қанған болып оянасыз. Ал бірінші орында менің ең сүйікті сусыным ол сусын не атауы қандай және неден жасалынады десеңіз, тыңдаңыз. Ол золотое молоко, не болмаса золотая вода деп айтылып жатады. Жаңағы дәрігерлердің не болмаса диетологтардың араларында әзіл ретінде. Ол біздің қарапайым, золотое молоко дегеніміз қарапайым сүтке бір ас қасық куркума, куркуманы салып ішетін болсаңыз, ол сіздің ұйқыңызды тыныштандырып, стресстен аулақ қылып, ұйқыңызды қандырып, одан бөлек іштегі токсин, инфекция, керек емес бактериялардың бәрін тазартып, таңертең сізді тап-таза, әп-әдемі қылып, бетіңіздің реңін қалпына келтіріп, денсаулығыңызды қалпына келтіріп, жақсылап оятатын болады. Ал егер де сізде сүтті іше алмайтын болсаңыз, оның орнына қарапайым суды пайдаланыңыз. Негізінде куркуманың пайдасы бізге өте көп. Әсіресе жаңағы приправалармен емделетін адамдардың дәлелдеуі бойынша ол біздегі иммунитетті көтереді. Ол біздің бетімізге де маска жасауға жақсы көмегін тигізеді. Сустав, яғни буын ауруларына, одан бөлек көз ауруларына, геморройда, бел ауруларында біраз ауруларды емдеуге көмектеседі. Жай ғана оны қай кезде қалай пайдалану керегін білу қажет. Жаңағы сіздің түнде жатар алдында ұйқыңызды тыныштандыру үшін сүтке не болмаса суға араластырып, жарты сағат алдында ұйқының алдында ішесіз. Ал ұмытып кетіп не болмаса қасыңызда түнде куркума болмай қалса, таңертең тісіңізді жумас бұрын сразу бір стақан суға қосып араластырып ішіп аласыз.